перзентханаға бара жатырмыз дейді. Талай перзентханаға бардық қой, енді жолдастарымыздың барлығы немерелі болып жатыр. Үйге жүріңдер дейді. Сол жерде тұрып лекция оқып кетемін. Үйіне істеймін да. 40 күннен кейін барамыз ғой, неше түрлі бесікке салатынымыз бар, тұсау кесеріміз бар. Әңгімеміз көп, баланың жыры бітпейді ғой, той көп. Бірақ 40 күнге дейін мына келіндердің миына тыныштық, бір-біріне махаббат болатын уақытын ұрламай, оларға еркіндік берейікші. Асып жатып барып алады да атасы. Бір алып кетеді, кішкентай бөпені, енесі. Бір алып кетеді, ана бейшараны мейірімі қанбай жатыр, ұйқысы қанбай жатыр. Жоқ, соны дәлелдеп ананы видеоға түсіріп жүреді. Немерелі болдық. Содан басқа ешкім немерелі болып жатқан жоқ. Перзентханадан шыққаннан кейін үйіне 20 адам шақырып алып, ана бейшара келін белін буып алған. Сол байғұстың қолын біресе мұздай суға, біресе жылы суға салғызып, қонақ күткізіп, кімге нені дәлелдеп жатырсыздар? Тыныштық берші, 40 күн тыныштық берші, 41-ші күні той жасайсың ба? Алаңға шығып кетесің ба, немереңді мойныңа іліп алып өзің білесің. Сондықтан айналайын менің замандастарым немерелі болып жатқан. Қойшы, тыныштық берші, перзентханадан кейін шықты ма, келінің мен балаңды қоя берші, үйіне барсыншы. Ана бөпесінің құшағына басып, үшеуі сен және мен деп өмір сүрсінші, беріңдерші сондай еркіндікті. Өтінемін сенден.